9-шы сынып оқушылары, сіздермен бірге мұғалімі каналы. Біз бүгін 9-шы сыныптың география пәнінен 490-ға арналған жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Тапсырманы бастамас бұрын мұғалім каналына жазылып, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Бірінші сұрақ. Кондитерлік өндіріске әсер ететін факторларды орналастырыңыз. Бізде әсер етуші факторлар еңбек, көлік, тұтынушы, экология, шешуші, күшті, әлсіз дейді. Бұл жерде әсер етуші факторлар еңбек әлсіз әсер етеді, көлік әлсіз әсер етеді, экология әлсіз әсер етеді, және тұтынушы, шешуші әсер етеді. Бұны санмен жазып қояйық. Екінші. Берілген картадан таңдау бойынша бір экономикалық ауданға талдау жасаңыз дейді. Бізде кескен карта берілген, осы жерде бір ауданды алып, экономикалық талдау жасаймыз. Мен бұл жерде Солтүстік Қазақстанды алдым. Экономикалық ауданы атауы мен басты мамандану саласы. Бұл Солтүстік Қазақстан егін және мал шаруашылығымен айналысады. Мамандану саласының себебін түсіндіріңіз. Солтүстік Қазақстан облысының агроклиматтық жағдайы егіншілікпен айналысуға, ірі қара өсіруге мүмкіншілік береді. Келесі. Кестеге берілген ұйымдарды орналастырыңыз дейді. Мына жерде ұйымдар орналасқан ОПЕК, ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, МАГАТЭ, Біріккен ұлттар ұйымы, ДДС дейді. Тек халықаралық ұйымдар бұл бізде Біріккен ұлттар ұйымы, ДДСО. Бұлар халықаралық ұйымдар. Аймақтық ұйымдар. ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, АСЕАН және салалық. Салалық ұйымдар бізде ОПЕК және МАГАТЭ жатады. Бірінші сұрақ. Дүниежүзілік шаруашылықтың дамуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің мәнін түсіндіріңіз дейді. Жалпы ішкі өнім дегеніміз не? Жалпы ішкі өнім мемлекет территориясындағы барлық өндірушілердің белгілі бір кезең ішінде өндірілген түпкі тауарлары мен көрсеткен қызметтерінің нарықтық құнын білдіретін жиынтық. Жалпы ұлттық өнім дегеніміз бұл кез келген азаматтардың өз елі ішінде және басқа елдерде өзінің ұлттық капиталы көмегімен бір жылда өндірген және сатқан тауарлары мен қызметтердің нарықтық құндарының жиынтығы. Неге осы көрсеткіштер мемлекеттің дамуын сипаттайтын басты нысан болады? Түсіндіріңіз. Жалпы ішкі өнім және жалпы ұлттық өнім жоғары болуы сол мемлекеттің әлеуметтік жағдайы мен халықаралық мәртебесінің жоғары болуымен сипатталады. Алтыншы тапсырма. Құрамдас бөліктерді ғылым мен техника дейді. Ғылым мен техника және технология өндіріс бұл басқару жатады. Интенсивті даму жолына бір мысал келтіріп отырып талдаңыз. Ескі технологиялар орнын жаңа технологиялармен алмастыру ауыл шаруашылығы өнеркәсіпке еніп жатқан. 8-ші сұрақ. Қазақстанның дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын берілген жоспар негізінде талдаңыз. Қазіргі заманғы шаруашылық байланыстары Қытаймен, Ресеймен, Еуропа елдерімен, Түркиямен Қазақстан сыртқы саудасы бұл ДСО мүше болған шекаралас елдермен ортақ кедендік ұйым болуы. Қазақстанның халықаралық экономикалық қатынастары халықаралық экономикалық ұйымдармен байланысын сипаттау. Евразиялық АЭС. Қазақстанның таяу және шет елдермен сыртқы экономикалық байланыстары бұл таяу шет елдермен Шанхай ынтымақтастық ұйымы ТМД.
және алыс шет елдермен ASEAN, OPEC және тағы басқалар. Берілген жоспар негізінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық, саяси, географиялық жағдайына баға беріңіз. Қазақстанның саяси географиялық орны Евразия материгінің нақты ортасымен байланысты. Қазақстанның әлеуметтік жағдайы жалпы ішкі өнім, жалпы ұлттық өнім, жалпы жағдай бар мөлшерін жазып, әлеуметтік жағдайын жазады. Көршілес мемлекеттермен қарым-қатынастың түрлерін атаңыз. Сауда, білім, ғылым, техника және технология. Бұл көршілес мемлекеттермен сауда, мәдени, ғылыми, достық қатынастар дамыған. Көршілес мемлекеттермен ынтымақтастықта болу үшін құрылған ұйымдар және ондағы Қазақстанның орнын жазыңыз. Мемлекеттер арасында құрылған ынтымақтастық ұйымдар Евразес, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, экономикалық серіктес болады. Бейбітшілікті, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, өзара құқықтық құрмет көрсетеді. Достар, осымен біздің 9 сыныптың тжб тапсырмалары аяқталды. Сау болыңыздар.